Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге дәмді пигуди әзірлеп көрсетем. Алдымен каналға жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сіздерге 100% ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті заттарды экранды жазып қалдырдым. Алдымен суымыз бен сүтімізді құямыз. Міндетті түрде екеуі де жылы болу қажет. Тұзымызды саламыз. Сосын ашытқымызды саламыз. Жақсылап ертіп аламыз. Енді сұйық майымызды қоямыз. Ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Пияз бен қырыққабатымызды турап аламыз. Табамызға майымызды қоямыз. Майымыз қызған соң тартылған етімізді қуырып аламыз. Аздап қуырылған соң соямызды қойып аластырып аламыз. Өте көп қуыру қажет емес. Пиязымызды салып 5 минуттай қуырып аламыз. Енді дәмдеуіштер қоямыз. Кориандр, тұз, қара бұрыш, барлығын салып аластырып аламыз. Қырыққабатымызды салып 10 минуттай қуырып аламыз. Және де құйрық май қосамыз. Ол өз қалауыңыз бойынша, қаламасаңыз қоспауда болады. Ашыған қамырымызды домалақ бөлшектерге бөліп аламыз. Міне осылай. Бөлшектердің бетін жауып қоямыз. Тынған қамырымызды алып, домалақ шеңберде жайып аламыз. Ішіне салмасын салып, әдемілеп түйіп аламыз. Мінекей дайын. Енді жылы жерге 30 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде әдемі болып ысып шығады. 30 минуттан соң қайнап тұрған парда пісіріп аламыз. 30 минутта дайын болды. Сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып қолдап кетіңіздер.